Бүгінгі тақырып мынау солтүстік Америка материгінің халқы және елдері деп аталады, және ақш мемлекеті. Осы материктің ең дамыған мемлекеттерінің бірі ақшты өтеді екенбіз. Жазып алыңыздар: солтүстік Америка материгінің халқы мен елдері және ақш мемлекеті. Енді мына алдарыңызда солтүстік Американың картасы тұр. Жалпы солтүстік Америкада 480 миллионға жуық халық тұрады екен. Соңғы санақ бойынша есте сақтаймыз. 480 миллионға жуық халық тұрады. Материктің байырғы халқы, байырғы дегеніміз жаңағы абориген, өзінің жергілікті халқы, ол үндістер мен эскимостар. Бұл жерге үндістер мен эскимостар 25-40 мың жыл бұрын мынау Евразия материгінен Беринге жері арқылы, ол кезде қазір мынау Беринг бұғазы, Евразия мен солтүстік Американы жалғастырып тұрған жерде білесіздер, Беринг бұғазы жатыр. Кезінде бұл екі Беринг бұғазы емес, кәдімгі Берингия материгі деп аталатын, сондай екі материк жалғасып тұрған болатын. Міне сол кезде Евразияның тұрғындары осы жерге солтүстік Америкаға қоныстанған деген теория бар. Енді бұл мынау солтүстік Американың байырғы халықтарының нақты атайтын болсақ, материктің солтүстігінде үндіс тайпалары тұрған: Алгонкин, Иракез, Атабаска, Делавер және тағы басқалары. Есте сақтаймыз. Материктің солтүстігінде үндістердің Алгонкин, Иракез, Атабаска, Делавер деп аталатын тайпалар мекендеген екен. Бұл тайпалар негізінен аң аулаумен, балық аулаумен, жабайы жемістер терумен айналысып күнелткен екен. Ал солтүстік Американың оңтүстігін мекендеген үндістердің ацтек, майя тайпалары өмір сүрген екен. Есте сақтаймыз. Мынау солтүстік Американың оңтүстігінде үндістердің ацтек және майя деп аталатын тайпалары мекендеген. Олар жүгері өсірген, картоп, қызанақ өсірумен айналысқан, қолөнері мен егіншілігі мәдениеті дамыған мемлекеттер. Жалпы мынау естеріңізде болса, бұл материкті ашқан Христофор Колумб өзін Индияға келдім деп есептеп, жергілікті тұрғындарды үндістер деп қателесіп атап кеткен. Бірақ сол қате атау әлі күнге дейін үндістерге қатысты қолданып келеді. Яғни Индиядағы үнділіктермен қатар Америка халқын, жергілікті халқын үндістер деп солай атап кеткен Христофордың қатесінің нәтижесінде. Енді мынау Христофор Колумб осы Американы ашқаннан кейін Американы жаулау басталды. Үндістерді құнарлы жерден қуды европалықтар. Сөйтіп, европалықтар әкелген жұқпалы аурулардан Кариб теңізіндегі аралдардың байырғы халықтары, яғни караибтар деп аталатын байырғы халықтар түгел жойылып кеткен болатын. Үндістердің өзінде әбден жойды. Бұл Европадан келген келімсектер. Оларға да күн бермеді. Сөйтіп, қазіргі кезде үндістер бар болғаны 15 миллиондай ғана қалды. Яғни бүкіл халықтың 1% ғана құрайды. Яғни осындай жаңағы қуудың, құнарлы жерлерін тартып алудың, өлтірудің негізінде бар болғаны 15 миллион жергілікті тұрғындар қалып болған. Яғни халықтың 1%. Сонымен қоса европалықтар, бұл Америкаға келген европалықтар, мына плантацияларда жұмыс істету үшін Африкадан қара нәсілді, құлдарды әкеле бастады. Солтүстік жалпы қазіргі кезде мынау солтүстік Америкада 20 миллионға жуық осы афроамерикандықтар тұрады екен. Яғни сол құлдардың ұрпақтары қазіргі 20 миллионға жуық екен. Яғни өте көп құл әкелінген. Мынау солтүстік Американың негізгі халқын Европадан, әсіресе Ұлыбритания, Франциядан қоныс аударғандар құрайды. Олар негізінен материктегі ірі мемлекеттер Америка құрама штаттары мен Канадада тұрады екен. Халықтың басым көпшілігі ағылшын тілінде сөйлейтіндіктен, материктің бұл елдер орналасқан бөлігі ағылшындық Америка деп атайды. Америка құрама штаттарының халқы нәсілдік және ұлттық айырмашылықтарына қарамастан америкалықтар деп
бір ғана сөзбен айтылады. Яғни қаншама жан жақтан келген ұлттан құралғанына қарамастан, ақш-тың тұрғындары өздерін америкалықтармыз деп бір ғана атаумен атайды, ұлтқа бөлмейді. Енді мынау неге келетін болсақ, алдарыңызда осы араласудың, нәсілдердің араласуынан туындаған ұрпақтардың атауын бір тоқталып кетейік. Жергілікті үндістер мен европалықтардың некелесуі нәтижесінен туған балаларды метис деп атайды. Ал европалықтар мен негрлер немесе афроамерикандық деп атайды. Солардың некелесуі нәтижесінде туған балаларды мулаттар деп атайды. Ал енді осы метис пен мулаттың бір-бірімен некеге тұрып туған ұрпақтарын самбо деп атайды. Яғни бір-бірінен үлкен айырмашылығы бар бұлардың. Енді солтүстік Американың елдеріне келетін болсақ, бұл солтүстік Америка материгінде ақш, Канада, Мексика, Гватемала, Белиз, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама секілді мемлекеттер бар. Бүгін соның ең үлкеніне ақшқа тоқталамыз. Ең үлкені болғанда мен даму жағынан айтып жатырмын. Даму жағынан бірінші орында алатын ақшқа тоқталамыз. Ал аралдардағы елдерге тоқталатын болсақ, бұл солтүстік Американың аралдарында Куба, Гаити, Бермуд аралдары, Багам аралдары, Доминикан республикасы, Ямайка, Пуэрто-Рико және тағы да басқа шағын көптеген аралдық мемлекеттер бар екен. Енді осының ішінде ақшқа тоқталатын болсақ, ақш картада қоңыр түспен берілген. Солтүстікте қарап отырсаңыз, Канаданың жоғарғы жағындағы Аляска, бұл жерде ақшқа жатады екен, ақш мемлекетінің территориясына жатады. Және үлкен орталық бөлік ақш мемлекетінің жері қоңыр түспен, және Гавай аралдарында көрсетілген, көрсетіп тұрмын мен қазір сіздерге картадан стрелкамен, Гавай аралдарындағы жерлерде қоңыр түспен белгіленіп, бұл да ақш-тың құрамына кіретін жерлер екен. Есте сақтаймыз. Аляска жері, ақш-тың өз жері және Гавай аралдарындағы аралдар осы ақш мемлекетінің құрамына кіреді екен. ақш-тың ауданы 9.363 квадрат километр. Яғни неден кейін бұл ақш мемлекеті Канададан кейінгі орында тұрған мемлекет өзінің ауданы жағынан. Халқы 309 миллион адам. 309 миллион адам, яғни жер бетінде 3-ші орында алады. Сіздер 6-шы сынып материалында өткен болатынсыздар. Бірінші орында Қытай елі, соңғы санақ бойынша ояқта 1 миллиард 300 миллион адамнан асқан халық саны. Екінші орында Үндістан, онда халық саны 1 миллиардтан асқан, ал 3-ші орында осы ақш мемлекеті тұр екен. Бұндағы халық саны 309 миллион, дүние жүзінде 3-ші орын. Ресми тілі ағылшын тілі деп айттым. Ақша бірлігі доллар, астанасы Вашингтон қаласы. Енді әкімшілік құрылымына келетін болсақ, ақш федеративті 50 штаттан тұрады екен. Есте сақтаймыз, федеративті 50 штаттан тұрады, және бұнда жалпы Колумбия, арнайы Колумбия жаңағы бөлігімен Вашингтон қаласынан тұрады. Сондықтан 50 штаттан тұрғандықтан бұл ақшты Америка құрама штаттары деп атауының себебі басты осында. Жалпы жер шарының 70-ке тарта елінен бұл ақшқа 55 миллионға жуық адам қоныс аударған екен. Қазірдің өзінде шектеуге қарамастан жыл сайын миллионға дейін 1 миллион адамға артып отырады екен, келімсектердің есебінен. Енді неге келетін болсақ, табиғи байлықтарына келетін болсақ, ақш аумағының көпшілігі Атлант мұхитынан Тынық мұхитына дейінгі ендік бағытта созылып жатқан қоңыржай және субтропиктік белдеуде орналасқан. ақш-тың өзі картадан көрсеткен. Ал Аляска штаты, картадағы Аляска штаты, бұл субарктика мен арктикалық белдеуде орналасқан. Ал Гавай штаты, жаңа картадан көрсеттім ғой, мына Гавай аралдары. Бұл Гавай штаты жаңағы тропиктік белдеуде орналасқан екен. Жер бедерінің
2/1 бөлігін, яғни жартысын биік таулы жоталар мен таулы үстірттер алып жатыр. Кордильер мен Апалач тауларының аралығында елдің ішкі жазықтары, яғни орталық ұлы жазықтар орналасқан. Атлант мұхиты жағалауларын бойлап Атлант маңы және Мексика маңы ойпаттары жатыр. ақш-тағы ең биік тау Аляска түбіндегі Маккинли. Естеріңізде болса, бұл Солтүстік Американың ең биік нүктесі. Енді жер қойнауы байлықтар мен минералды шикізатқа келетін болсақ, темір, никель, кобальт, алтын, күміс, уран кентасы қоры жөнінде дүние жүзінде алдыңғы орында екен. Тас көмір Апалач тауларында өндіріледі. Мұнай мен газ Мексика ойпаты мен ұлы жазықтықта табылған. Ал Кордильер тауларында түсті және қара металл шикізаттар өте көп болып келеді екен. ақш-тың жалпы шаруашылықтың барлық салалары орналасқан және көпшілік салалар бойынша әлемде бірінші орын алады. Жалпы ақш өнеркәсібі жағынан бірінші орында, әлем бойынша бірінші орында тұрған орын. ақш өнеркәсібі бүкіл экономиканың жетекші саласы. Әсіресе бұнда машина жасау өнеркәсібі, автомобиль, авиация, электр техникасы салаларына түрлі жабдықтар өндіреді. Атом өнеркәсібі, тоқыма және тігін өнеркәсібі ерекше дамыған. ақш-тың шаруашылығының жетекші саласы машина жасау өнеркәсібі болып табылады. Жалпы ақш-тың 125 қаласында автомобиль шығарылады екен. Мысалғы, Детройт қаласы елдің автомобиль астанасы болып есептеледі екен. Есте сақтаймыз. Жалпы ақш-тың 125 қаласында автомобиль шығарылса, осының ішінде Детройт осы автомобиль шығаратын астана болып есептеледі екен. Ал мынау Лос-Анджелес қаласында түрлі жаңағы ракета, электронды техника шығарылатын ірі орталық болып есептеледі. Мынау Лос-Анджелес қаласы ғарыш техникасы мен электроника орталығы болып есептеледі. Ал мынау Сиэтл қаласы бұл жаңағы арнайы ұшақтар, Боинг ұшағы жасалынатын қала екен. Есте сақтаймыз. Мынау Сиэтл қаласында аспан әуесінде көп ұшатын жаңағы Боинг ұшағына жасалатын ұшақтар жасалатын қала болып есептеледі. Транспорттың барлық түрі жақсы дамыған ақш-та. Енді ауыл шаруашылығына келетін болсақ, ақш-тың ауыл шаруашылығында механикаландырылған фермерлік шаруашылықтар жетекші рөл атқарады. Негізгі дақылдар бидай, арпа, сұлы, қара бидай, мақтаға дейін өсіреді. Мал шаруашылығында да жаңағы сиыр, шошқа, тауық, күрке, яғни жаңағы төрт түліктің, құстардың көпшілік түрін өсіреді. Жалпы ақш астық, сүт, ет, құс өнімдері өндіруден дүние жүзінде бірінші орында екен. Есте сақтаймыз. Астық, сүт, ет, құс өнімдері өндіруден дүние жүзінде ақш бірінші орында. Енді бұған себеп ақш-тың қолайлы жазықтықтарының көп болуы, климатының ауыл шаруашылығына өте қолайлы болуы және ғылыми жетістікті, техникалық жетістіктерді тиімді пайдалана білуі осы ауыл шаруашылығының мықты дамуына әсер еткен екен. Жалпы ақш-тың бір жылғы ұлттық табысы жан басына шаққанда $25,000 жуық екен. Әлемдегі экономикасы аса жоғары дамыған елге жатады. Американ фирмалар мен банкілері Қазақстанда түрлі салалар бойынша жұмыс істейді. Енді тағы айта кететін нәрсе, ақш-та әлемге әйгілі Диснейленд паркі орналасқан. Диснейленд бүкіл әлемге әйгілі парк, демалатын парк. Лос-Анджелес қаласында киноиндустрияның орталығы болып саналатын ең ірі киноиндустрия Голливуд орналасқан. Чикаго қаласы бұл ақш-тың жаңағы ең темір жолдарымен, темір жолдары көп өтетін, темір жол, жалпы қатынас жолдары ең көп өтетін қаласына жатады екен. Чикаго қаласы, есте сақтаймыз.
шамамен Чикаго қаласы жолаушы және жүк тасымалы жөнінен ел ішінде бірінші орын алады екен. Бір тәулікте бұл қала арқылы 2000 пойыз өтеді екен. Бір ғана мына Чикаго қаласында. Вашингтон, мен жаңа астанасы деп айттым, соңғы санақ бойынша 601 мың адамдай өмір сүреді онда. Ал ең ірі қаласы бұл Нью-Йорк қаласы. Ең ірі қаласы, ең әсем қалаларының бірі. Және осы Нью-Йорк қаласында Біріккен ұлттар ұйымының бас кеңсесі орналасқан, есте сақтаймыз. ООН дейді, немесе қазақша Біріккен ұлттар ұйымы дейді. Соның бас кеңсесі осы Нью-Йорк қаласында орналасқан. Халқының саны жалпы 8 миллионнан астам. Бір ғана Нью-Йорк қаласының өзінде 8 миллионнан астам жаңағы адам тұрады екен. Енді ақш бір жағынан туристер ең көп келетін мемлекеттердің біріне жатады. Оны табиғатын өткен кезде айттық, Колорадо каньоны, одан кейін Ниагара сарқырамасы, Йеллоустон гейзерлері, Флинт Мамонт үңгірі, және осындай әсем қалалары жер-жерден туристердің жаңағы қызығушылығын тудырады екен. ақш туралы, Солтүстік Американың халқы мен елдері туралы қысқаша ақпарат осы. Тыңдағандарыңызға рахмет.